Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өзім үнемі жасап жүрген бикеш саусақтары, яғни дамские пальчики тортының жасалу жолымен бөлісемін. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасалу жолы да қатты қиын емес. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, қасықтың ұшымен тұз, бөлме температурасындағы су және жұмыртқа. Жұмыртқаны массаның қоюлығына байланысты 6 немесе 7 қосамыз. Ыдысқа су құямыз, тұз саламыз және сары майды салып, баяу отта ерітіп аламыз. Суымыз қайнап кетпеуі қажет. Енді қайнап келе жатқан кезде отты өшіреміз. Енді ыстық күйінде ұн саламыз да жақсылап тұрып біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Массаның қоюлығы осындай болып шығады. Жұмыртқаның барлығын бірақ сала салмаймыз, бір-бірден сала отырып араластырып отырамыз. Әрбір жұмыртқаны салған сайын осылай араластырып отырамыз. Мен 6 жұмыртқа пайдаландым. Жұмыртқаның үлкен кішілігіне де байланысты болады. Сондықтан осылай араластыра отырып қоюлығын бақылайсыздар. Не осындай қоюлықта болса жарайды. Енді осы дайын болған массамызды кондитерлік қапқа немесе осындай целлофанға құйып аламыз. Бұрышын қайшымен кесіп аламыз. Және ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, массамызды осылай біркелкі етіп ағызып шығамыз. Осындай жұқа целлофанға құйып ағызған кезде абайлау керек. Жұқа болғандықтан тесіліп кетуі мүмкін. Сондықтан қатты күш салып қыспай, ақырын-ақырын қысып ағызып отырамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пешімізде 15-20 минутта беті қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Бұл жерде қаймақ 20% және қант. Қант езілгенше жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз да пісіп шықты. Суығаннан кейін қаймақты кремге салып, араластырып, бір-бірден тізіп шығамыз. to the
Міне біздің бикеш саусақтары тортымыз дайын болды. Мен бетіне шоколадты ерітіп құйдым. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыз.